Саламатсыңдар ма оқушылар? 7-ші сынып алгебра пәні бойынша сызықтық функция және оның графигі деген тақырыпты өтеміз. Бүгінгі сабақта оқушылар y тең болады kx плюс b түріндегі сызықтық функция анықтамасын білу, графигін салу және графиктің k және b коэффициенттеріне қатысты орналасуын анықтайсыздар. y тең kx плюс b түріндегі функцияны сызықтық функция деп атаймыз. Бұндағы k және b кез келген сан. Осы сызықтық функцияның графигі түзу сызық болады. Егер де x-тің мәні 0-ге тең болған жағдайда, y-іміз b-ға тең болады. Графигі y осін 0-b нүктесінде қиып өтетін түзу. y тең kx плюс b түріндегі берілген функцияның k коэффициенті оң сан болған жағдайда сызықтық функция өседі. Ал егер де k коэффициенті терісі болған жағдайда сызықтық функция кемиді. Оқушылар, енді мен сіздерге тапсырма ұсынайын. Берілген функциялардың қайсысы сызықтық функция болады? Дұрыс. 1-ші, 3-ші, 4-ші, 6-ші және 8-ші түрдегі берілген функциялар сызықтық функция болады. Енді келесі тапсырмаға мән берейік. Берілген графиктер арасынан сызықтық функцияның графигін табыңдар. Дұрыс айтасыңдар. С және D суреттегі функциялар сызықтық функцияның графигін береді. Енді оқушылар, мына сөйлемді жалғастырып көріңдер. Енді тексеріп көрейік. Сызықтық функция деп y тең kx плюс b түріндегі функцияны айтамыз және k, b сандары кез келген сандар. Сызықтық функцияның графигі үзу сызық болады. Енді оқушылар, y тең болады 0,5x функциясы мен y тең 0,5x плюс 3 функциясының айырмашылықтарын қарайық. Біз ол үшін график салуымыз керек. График салуымыз үшін бізге кесте қажет. X аргументті -2-ні қойған кезде функцияның мәні -1-ге тең болады. Аргументтің мәні 0-ді қойған қажетте бізде функцияның мәні 0-ге тең болады. Аргументтің мәні 2-ге тең болғанда функцияның мәні 1-ге тең болады. Аргументтің мәніне 4-ті қойған кезде функцияның мәні 2-ге тең болады. Егер де аргументтің мәніне 6-ны қойған кезде бізде функцияның мәні 3-ге тең болады. Дәл осылай етіп біз y тең 0,5x плюс 3 функциясының да кестесін толтырайық. Ол үшін x аргумент мәніне -2 санын қойған кезде функцияның мәні 0-ге тең болады. Аргументтің мәні 0-ге тең болған жағдайда функцияның мәні 3-ге тең болады. Аргументтің мәні 2-ге тең болған жағдайда функцияның мәні 4-ге тең болады. Аргументтің мәні 4-ге тең болған жағдайда функцияның мәні 5-ге тең болады. Аргументтің мәні 6-ға тең болған жағдайда функцияның мәні 6-ға тең болады. Енді оқушылар, осы кестеге қарай отыра біз графикті салайық. Міне, алдарыңызда y тең 0,5x функциясының графигі. Енді y тең 0,5x плюс 3 функциясының графигін салайық. Міне оқушылар, y тең 0,5x функциясы y тең 0,5x плюс 3 функциясына қарағанда қалай орналасады деп ойлайсыңдар? Яғни,
y үлгісінің бойымен 3 бірлік жоғарыға көтерілді. Енді оқушылар y-тен 2x функциясы менен y-тен 2x минус 1 функциясының графигін салайық. Ол үшін біз кесте құрамыз. Осы кестеге қарай отыра біз графикті салайық. Y-тен 2x функциясының графигі берілді. Енді y-тен 2x минус 1 функциясының графигіне мұқият қараңыздар. Міне, яғни y-тен 2x минус 1 функциясының графигі y-тен 2x функциясының графигіне қарағанда y үлгісінің бойымен бір бірлік төменге қарай түсті. Енді оқушылар, өздеріңіз ойланып көріңіздерші, қандай айырмашылықты байқадық? Жарайсыңдар оқушылар, яғни b коэффициентіне қатысты y үлгісінің бойымен b оң сан болған жағдайда x өсінің бойымен жоғарыға қарай көтерілді. Ал егерде b коэффициенті теріс сан болған жағдайда y үлгісінің бойымен төменге қарай жылжыды. Енді оқушылар y-тен 2x плюс 3 функциясының графигін салыңыздар. Енді оқушылар тексеріп көрейік. Алдымен біздер графикті салу үшін кесте құрып аламыз. X аргументке 0 санын қойсақ, онда функцияның мәні 3-ке тең болады. Осы 0-де 3 деген нүктені координаталы жазықтықта орналастырайық. Келесі, x аргументке минус 1 санын қою арқылы функцияның мәні 1-ге тең болатынын іздедік. Енді минус 1-де 1 деген нүктені координаталы жазықтыққа орналастырамыз. Осы екі нүктені түзу сызықпен қосып шығатын болса, y-тен 2x плюс 3 функциясының графигі шығады. Дәл осылай сіздерде де орналасты деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.